Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз атты тәрбие сағатымызды бастайық. Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? Жалпы мәлімет беріп кетейік. Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік құрылымдардың экономика аясында қылмыстық құрылымдармен біте қайнасуы. Сондай-ақ мемлекеттегі лауазымды адамдардың, қоғамдық және саяси қайраткерлердің сатылғыштығы және парақорлығы. Ал пара дегеніміз не? Дальдың сөздігі параны алым-салық, тарту, сыйлық, сәлемдемелер, лауазымды тұлғаға қысым жасаудан құтылу үшін сыйлық немесе төлем жасау, немесе оны заңсыз істі жасау үшін параға жығу ретінде белгілейді екен. Адамды сыбайлас жемқорлық, ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасады деп айыптаумен ұстасқан жала жабу 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге немесе нақ сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Пара деп нені айтуымызға болады? Мысалы, кез келген бұйымдар, оған ақша, бағалы қағаздар, асыл металдардан жасалған бұйымдар, жылжымайтын мүлік, жер телімдері, қызмет және пайда, яғни емделу, жөндеу жұмыстары, шет елдерге сапар, осылар пара бола алады. Сыбайлас жемқорлық бұл ғаламдық мәселе. Бұдан бірде-бір жүйе, бірде-бір тәртіп, бірде-бір саяси міндет қорғалған емес. Сондықтан біз бұл пандемияға қарсымыз деп Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз. Иә балалар, біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Біз санамызды жаңғыртып, адамгершілік пен имандылыққа баулысақ, жетістігіміз сол болмақ. Табысын адал болса, өмірін берекелі болады дей келе, бүгінгі тәрбие сабағымыз соңына жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.